Райондағы братандар. Савайсың, братан. Уалейкум. Не ставасың қолыңа? Лампы ғой, братан, тикток түсірейін дедің. Тикток? Қазақстан Республикасында қызмет етем, лампыны үйге барып сындырам. Братан, қалайсың? Жүзің береші? Жоқ, братан, ол менікі емес ол. Ақ көрем әшейін. Подаркиге берейін ғой, братан. Қалай, нормально ба? Дариніне не дарит, братан? Көтің дайырым. Құтты болсын, братан. Әдем жарасып тұр өзі. Сені тартпаймын ғой, братан. Кәлем сен? Қумаш қайда кәлем, братан. Қумаш дейсің ба? Аше түсіні шықпай қалды? Ой, қыз баған ғой, братан. Братан, деген андай машина ала алмайсың өзіңе? Нормаль? Иә. Бензин жейді ғына өз, видухасы нормально демесең ше, сор ғына машиналар. Аха. Не аласың, Жигули алса лучше. Вид ал. Күреске кішкене бар едің ғой Ей, сен. той ғой, Кеше ке брек прям. той ғой, братан. Ей, мойын қалқындыр жей. Балдарын бәрін жинап бересің. Охуел ұрам, одан кейін мен бір ұрасың. Қалай ма? Дай. Сейчас я вам объясню, что означает вот этот вот жест в разных странах. Поехали. Подпишись, да, по-братски. В Испании это значит «надо бы поесть». В Италии это значит «чего ты хочешь от меня?». А в Казахстане Өте түсініксіз жағдай. Жаным саған мен бір нәрсе айтуым керек. Мен негізі бірінші әйелім бар, бала шағам бар. Онда мен де саған шынымды айтайын. Мен негізі еркекпін, бұның бәрі парик. Сені осы уақытқа дейін алдап келдім. Мен де саған бір шындығымды айтайын. Мен негізі психолог. Сені психический больницаға алып кетуіміз керек. Сенің миыңда ақау бар, но не қыз болып жүрген. Алып кеттің бе? Кеттік, жүріңіз бізбен бірге. Жоқ, келісекті аға, мен бармай қойшы, онда психиатрический дегенге. Келістік. Біз сені жібереміз. Негізі бұл фемполиция, қаржы полиция, сіз паралануыңыз үшін 8 жылдан 10 жылға дейін сотталасыз. Жоқ, дұрыс түсінбедің. Сен негізі менің баламсың. Мен сенің әкемін ғой, балам. Әке? Иә? Не болып кетті? Айқайлама. Болды сенің әкең деп. Сенің жынды класстастарың. А че классқа жаңадан практикант апай келген ба не? Мал сестрам ғой. Арай, на жерін түсіртші. На жерін түсіртші, Арай. На жерін түсірт, Арай. Сен немене бөліп, жуынып жүрсің? Апай, арай жуынып жүрсің, айтыңыз. Биологиядан беретін апайдың сумкасынан 5000 теңге ұрлап, қоңырауда орнына қойып қойыңдар. Несің? Апай, мына жақта түсқан жа бізге сумкасын атқан соның ішінде ақша түсіп қалған, қалған заттар өзімен кеткен. Апай, на жеріңіз қарашы, май болып қапты. Асқар, тұрда сабақ айт. Шын мәніне... Бетіңе кіретін болды, оқшы тезес. Шын мәніне... Орын алсақ мен көрмейтін. Давай. Шутка ұрады. Кірген жоқ? Мы перестали пшикать, 2 дня пшикали какой-то другой штукой, но она не помогала. И тут прошло вот 2 дня, я думаю, надо попробовать опять то. Я беру эту пшикалку, говорю, Данила, закрой глаза, открой рот. Что, дрянь мне пшикнешь сейчас это? Вот откуда, я не понимаю. И так во всем, понимаете, так во всем. Он ложится спать, я говорю, закрывай глаза быстрее, потому что сейчас придет волк, схватит тебя за бочок и унесет. Это как это? Я говорю, как, придет волк, схватит за бочок, просто и унесет. Все, просто. Пап, мы в квартире. Как хочешь. Я ссал, я не знаю, я до 14 лет ссал, понимаете, я потому 18 лет и съехал от родителей, потому что ну сколько можно, это волк, ну нервотрепка, ну сколько, ну правда. Я в 7 лет смотрю фильм вместе с мамой, и в какой-то момент начинается постельная сцена. Мама такая смотрит на меня, а я такой... Ебать, у нас какие красивые шторы. Алло, Зая, я пришел, выходи. Ага, окей. Да, конечно, грейся. Капец, холодно. Че, девушку ждешь? Да. Я тоже жду, капец. О, все, моя вышла, брат. Давай, удачи. Давай, спасибо. Ран, я пришла. Что с тобой? Иди в жопу! Я люблю русский мат, сразу вам говорю. Казахи обожают его. Мы, казахи, русский мат, мы его говорим, ну, так смачно. Если в России говорят, типа, пиздец, да, то в Казахстане говорят
пиздец. Ну. Каждая буква там просто высасывает. Не, Пиздец, говорят в Калина. Казахстане, бля. А ну скажи. Бля. Ну, песня. Это песня. Отмороз класстастарыңды шыда. Брат, осы. Бірінші. Екінші. Бірінші. Айданан қарсы. Не деді, жауамайсың ба? Туған сестрам ғой. Нені адам? Денсаулық вообще пайдасы жоқ. Жасайын. 1, 2, 1, 2. Тік тұр. Еркін тұр. Тік тұр. Сынып жүгіреміз. Ағай, маған жүгіруге болмайды, медпунктта жүгірме деген маған. Неге? Мен жүгірсем бәрінен озып кетемін. Сабақ бітті ма ағай? Иә, сау болыңдар. Қайтып берейік 9-дан қазір дышық олар. Арман, мені алсын, сасып отыр. Эльдан, иди сюда. Ты что по деревьям лазишь? Как не лазить? А что это такое? В некотором царстве, в некотором государстве сел Иван-царевич на коня и поскакал. Тык-дык, 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 тык-дык.